Бүгін Астана қаласында жастар сарайында жас өспірім балалар, яғни 2010, 11, 12, 13, 14 жылға жас балалардың болашағынан үміт күттіретін мықтылардың сайысы болып жатыр, дзюдо күресі болып жатыр. Яғни Қазақстанның түкпір-түкпірінен жан-жақтан келген өзіне сенімді, сол жақта оза шапқан, сол жақтың мықтылары, әр өңірдің мықтылары өздерінің бақтарын Астанаға кеп сынап жатыр. Біздің ұлда қатысып жатыр. Күресіп жатқанның бірі сол біздің Имаш. Имаш осымен 2 рет өзінің Алматыдан келген сопернигін жеңіп, келесі айналымға жолдама алды. Азамат, жолың болсын. Міне қаншама бала дайындалып жатыр. Қазір алдыңғы сайыстарда ұтқан балалардың келесі кезеңі болады, соған дайындалып жатыр. Мұнда көбі күтіп отыр. Өзінің балаларын жан-жақтан алып келген, алыстан алып келген ата-аналар бар, тренерлер, яғни ұстаздары бар. Ал мына балалар өздерінің бойын қыздырып, әзірше татамидің үстінде, дайындық үстінде. Біреу жүгіріп жүр, әркім әртүрлі дүниелерін жасап өздері дайындалып жатыр. Байқап отырсақ, бұл қыздардың, ұлдардың арасынан еліміздің болашақ чемпиондары, әлемді бағындыратын чемпиондар, олимпты бағындыратын, яғни олимпиададан жүлде алатын чемпиондар шығар, Алла қаласа. Ел болғаннан кейін, жер болғаннан кейін, алтын құрсақ аналарымыз болғаннан кейін, осындай жасөспірімдердің арасынан болашақта үлкен зор үміт күттіретін чемпиондар шығатыны сөзсіз. Міне күресті осымен ары қарай жалғасып бастап жатыр. Қаншама ел жиналған, ұйымдастыру барлығы оңды дұрыс өтіп жатыр. 4 татами бар, 4 татамидің 4-інде де кезек-кезек кеп жастар, жасөспірімдер өздерінің бақтарын сынап жатыр. Спортқа қызыққан жастарды көрген кезде көңіліңе қуаныш ұялайды. Біздің болашағымыз осылар, біздің келешегіміз осылар. Мықтылар. Еліміздің намысын әлемдік аренада болашақта қорғайтын жастарымыз осылар. Осыларды қазірден бастап тәрбиелеп, әбден психологиялық жағынан да, физикалық жағынан да жақсылап тәрбиелейтін болсақ, еліміздің көк туын көк аспанның астында желбірететін нағыз мықтылар осылардың ортасынан шығатыны сөзсіз. Сондықтан барлық қатысып жатқандардың бәріне сәттілік тілейміз. Бақтары жансын. Қазақта бақ шабама, бап шабама дейді ғой. Бағы да шапсын, бабы да шапсын. Келіскен, мықты, әбден дайындалған, еңбек еткен, шәкірті де, ұстазды да аянбай еңбек еткен мықтылар жеңіске жетсін. Шын тұлпардың шашасына шаң жұқпай бірінші келсін. Татамиде мықты өнер көрсетсін. Мойнына алтыннан алқа тақсын. Қазақстанның чемпионы атансын. Біздің елімізді ертең өзге мемлекеттердегі үлкен сайыстарда, үлкен жарыстарда атын қорғайтын нағыз мықты спортсмендер, яғни спортшылар шықсын. Барлығына шын жүректен тілектеспіз. Себебі бұлар жаңадан өсіп келе жатқан жас қайыңдар, жаңадан өсіп келе жатқан жас балалар. Сондықтан да барлығына өз шын жүрегімізден тілектеспіз. Бізде үкілеп әкелген үмітіміз, яғни ұлымызды күрестіріп жатырмыз. Әзірше жаман емес басы, жақсы басталды. Енді алдыңғы кезеңдерін уақыт көрсетеді. Алдыңғы схваткаларын, яғни алдыңғы жекпе-жектерін тағы көре жатармыз, бұйыртқанын көрерміз. Келіп аянбай тер төгіп жатқан барлық спортшыға және ұстазына іске сәт дейміз.